Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, ханымдар мырзалар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан. Бүгінгі айтатын тақырып Saxifactor компаниясының Forex Insiders бағдарламасы жөнінде болатын болады. Дұрысында Forex жайлы айтып кететін болсақ, 80 жылдардың соңында банктердің арасында өзара валютаны айырбастау, обмен. Мысалы, сіздер көшеге шығып қарасаңыздар, біздің Астана қаласында республика даңғылында обменниктер тұр ғой. Барып доллар тапсырасыз, теңгені аласыз, евро тапсырасыз, теңгені аласыз. Тысқа шығып бара жатқандар болса, сіздерден сөйтіп сатып алады. Сол обменниктің мировой әлемдік түрі бұл. Өйткені күнделікті миллиондаған, миллиардтаған оборот, ақша оборот жүріп жатыр да. Бұл таза ақша оборот, ақша биржасы, валюта биржасы тұрсында. Біреулер мысалы үлкен оборудование алып жатыр, біреулерге бидай керек, біреулерге мысалы үлкен технологияны сатып алады, мысалы басқа мемлекеттен. Сол кезде сол жерден өзінің ұлттық валютасына қажетті валютаны сатып алады. Сөйтіп күндік суммасы 6,5 триллион долларлық үлкен рынок болды. Енді салыстырма үшін айтып кететін болсақ, бүкіл дүние жүзіндегі фонды биржалар, қор биржалар, Америка құрама штатында мысалы 3 бар, Лондонда өзінікі, Германияда өзінде, Канада бар, Франциянікі бар, Түркиянікі, Сингапур, Гонконг, Малайзия дейміз, солардың барлығында тұрған қор биржасын бәрін санап, күндік қордаланған сумманы есептейтін болсақ, саудаға шыққан общий сумманы, жалпы сумманы есептейтін болсақ, 1,5 миллиард жай ғана асады, 560 миллиард. Байқап тұрсыздар ғой, 10 есеге жақын айырмашылық бар. Бұл интернеттің біздің заманымызға келуге қарай бұл жерде технологиялар таза қатты өсіп кетті. Forex Insiders, Forex рыногына Meta 4, Meta 5 деген платформалар келді. Алдында Meta 4 болды, өте тамаша платформа. Ішінде түгел информация, осы неге қатысты, валюта бағамына байланысты толық ақпараттық жүйеден құрыласыз. Соның ішінде осы біздің айтып жүрген жаңағы торговый советниктерде, копирование сделок, вообще әртүрлі стратегиялар барлығы бірде толыққанда өте жақсы мағлұмат қалдырған. Сондықтан ашып көрсеңіздер болады. Ол жерде тек қана шотты ашып, ішінде сауда жасамай, ар жағында да басқа да мәліметтерді көруге болатын жағдай бар. Meta 4, қазір Meta 5 деген шықты. Ыңғайлы және бізге Meta 4 жақсы жұмыс жасап жатырмыз, бәрі тамаша. Оның енді не жоқ, пара-пар жоқ, енді действительно керемет жасаған. Ойластырған жігіттердің өздері бастары жақсы жасап, керемет келтірген өмірге жақсы нәрсені. Сонымен мен сіздерге бұл Forex-ке қатысты болғандықтан Forex Insiders деген программаны біздің осыдан 2 жыл бұрын, 20-шы жылы ақпан айында өзінің компания 2 жылдығында презентовать етіп бізге ұсынды. Март айынан бастап біз өзіміз қосып бастадық. Компания 20%-ке дейін деп уәде етті. Бұл Forex Insiders бағдарламасының табысын ай сайынға 29 валютный парамен жұмыс жасайды, 67 торговый стратегиямен жұмыс істеп жатыр. Енді салыстырма ретінде айтып кетейін. Жай қарапайым трейдердің 5-6 ең көбі 10 стратегиясы ғана болады. Сол 10 стратегиямен салыстырып көріп, жаңағы біздің сол именно торговый ситуацияға өзінің идеясын шығаратын кезде сол 10 стратегиямен тексереді, біреу 5-еумен тексереді. Ал бір сәтте 67 торговый стратегиямен тексеру деген ол өте қиын, адамның миына келе бермейді. Ол өте аждағаттылықты, ешнәрсені ұмытпай, жаңағы жылдамдықты тұрсында, ұшқырлықты, білімдікті барлығын түрлі талап ететін үлкен нәрсе де бұл. Алдым, аштым, жаба салдым дейтін нәрсе емес. Ол жерде көп нәрсенің психология, жаңағы торговля емес, риск менеджмент, управление капиталын деген әртүрлі не бар, разделдер бар, солардың бәріне бірде совпадение келген кезде ғана болатын жағдайда бұл деген оңай шаруа емес. Соны бізде искусственный интеллект басқарып жұмыс істейді. Бұны компанияның өзі, бізде программисттер білесіздер, басшыларымыздың өздері, солар осы біздің доккоин монетасы шыққан докчейн технологиясы болса, сол докчейн технологиясына жасалған жасанды интеллект. Аналогы жоқ.
Енді оның табыстылығын айтатын болсақ, өткен жылы статистика бойынша мен сухой айтып шығамын деген осы нәрсені. Мысалы, июнь айында 67, июль айында 72, август айында 87% айына таза табыс алып келді. Бұл әлі де бар бізде. 49 евроны төлеп қоясыз да, компания төлейтін арендная плата, одан еще сіздің спонсорыңызға, әйтпесе сіздің астыңызда адамдар болса, олардан да сізге комиссия жүреді. По маркетинг плану. Ұмытпаймыз оны нәрсені. Ол сізге компания ол үшін ақшасын төлеп жатыр. Сол 49 төлеп болғаннан кейін компания сізге өзіңіздің телефоныңызға скачать аласыз, кәдімгі Play Market'тен торговый платформаны скачать етесіңіз. Ішіне өзіңіздің брокерден қалған брокерден счетыңызды ашып, сол жерде салған суммаңызды күнде көріп отыратынбыз. Келген торговый идея сигналды көрдіңіз, сол сигналды 1,5-2 минут, максимум 5 минут деп айтайықшы, бір күнде 2 сигнал келген жағдайда. Үшеу болмайды, 2 сигнал келеді күніне. Соны қойғандағы алатын табысыңызды мен сізге айтып өттім. Енді одан осы бір жақсы айтарым сізге жаңалықтарым, осы жаңалық осы біздің алдымыздағы 25-28 ақпанда компания өзінің туршылығын атап өтеді. Компания бұрын тоқтап қалған жоқ, именно Forex Insiders'тың екінші бағдарламасы Forex Insiders Pro деген бағдарламаны бізге ұсынатын болып жатыр. Хабарымыз бар одан. Соның бұл қысқаша айтып кететін болсақ, бүкіл дүние жүзіндегі табысты осы сауда жасап жатқан трейдерлердің платформасы болады. Барлығын бір жерде бізге ұсынып отыр. SuccessFactors компаниясының партнерларына. Сіз кәдімгідей егер партнер болмасаңыз, кәдімгі партнерлықты алып, 25 евро. Онсыз болмайды. Бізде партнерлар бар, пассивный инвестор болып, капиталын төлемей ғана өзінің ақшасын көбейтіп отырады. Ятым шақырмай-ақ, ондай да бізде жағдай бар. Бірақ Forex Insiders бағдарламасын, Forex Insiders Pro бағдарламасын алу үшін сіз міндетті түрде кабинеттік төлеміңізді төлеп, серверде күтімі ар жағында өзіңіздің осы Forex Insiders Pro'ға тура кешегі Insiders'тың өзі сияқты 49-дан жоғарылау болатынша сумма төлеуіңіз керек болады, арендасы. Любой еңбектің ақысы бар дегендей. Соны төлейсіз, ол 60 болар, мүмкін 70 болар, мүмкін 80 болар, білмейміз. Ертең бір жетінің ішінде бәрі белгілі болады, оның барлығы. Асқыс жоқ. Марттың 1-нен бастап жұмыс істейтін боламыз. Компания қазірдің өзінде бізге 10-40%-пен табыс әкеледі деп уәде етіп отыр. Керемет. Пожалуйста, қосылайық оған. Өйткені 20% бізге уәде еткен қандай табыс әкелгенін сіздер көрдіңіздер. Оған сіз капитализацияны қосатын болсаңыз, ол одан да үлкен сумма болады. Бұл бір. Екінші айтайын дегенім, маркетинг бойынша по маркетингу сізден арасыңызда тіркелген адамдардың барлығы бірдей. Осыдан өзін табыс алатын болады. Сіз шақырдыңыз, сіздің адамыңыз шақырды. Басқаға сіз мысалы айына 40% пайда тауып жатсаңыз, сіз үндемей алмайсыз ғой. Зато сол кісінің айтқаны үшін, сол кісі астына тіркелген үшін, ол кісі сонша ақша арендасын төлеп көрген кезде компания сізге комиссияны төлейді. Маркетинг планы бинар ғой бізде. Бұл бір. Екінші маған ұнайтыны, компания біздің өзіміздің осы не бойынша, трейдерлер бойынша өзінің рейтинг жасап қояды. Кім қандай, убыточность қандай, прибыльность қандай, минимальный просадка қандай, осындай терминдер бар. Соның бәрін түгел қарап отырды, қанша уақыт жұмыс істеп жатыр, долгосрочный перспектива қалай көтерілді, соның бәрін түгел компания осындай информацияны толық бізге мәліметін беретін болады. Соны қарап отырып өзіміздің қалаған адамымызға қоямыз. Бір жағы. Екінші, мен сіздерге салыстырма ретінде айтып өтейін. Мынау біздің Forex-те бұл жаңалық нәрсе емес. Бірақ Forex for you тағы бір компания болды, брокер болды. Солар да өздерінің платформасын қойды, осындай кәпірін сделать. Сонда сіз арендасын бір төлейсіз, тура осындай. Бір төлейсіз, еще өзіңіздің счетыңыздан табысынан жасап берсе, сауданы капитализациядан кейін 50/50. 50/50, 60/40, 40/60 соотношениесімен ақшасын төлейсіз. Біздің компанияда сіз бір-ақ рет төледіңіз, еще өзіңіздің тапқан ақшаңызды таза аласыз да. Счет сіздікі. Маған ұнайтыны. Трейдердікі емес.
Онда инвестиционный пароль бар, трейдерский пароль бар. Соны өзінің біреуін бересіз өзіңізге. Ол парольге сөйтесіз де, ол тек қана сауда жасаған кезде көріп отырады соның бәрін. Ол сізге қосып қойғаннан кейін, сол қай жағында қалай жұмыс сауда жасап жатыр соның бәрін толық көреді. Сіздің табысыңызға ол ортақ отырмайды. Компания сізбен сауда жасаған үшін, сіздің ақшаңызды өзіне қосып жұмыс істеген үшін, компанияның өзінен бонус төлеп жатыр да оған. Опять же, ол бонус оның табыстылығына байланысты оны істеп жатқан. Сондықтан ешкім ешкімде бұл жерде бәрі бірдей пайдада. Мен және трейдер, мысалы, мен күнделікті істеп жатқан нәрсем, мен сіз үшін емес, өзім үшін істеймін, и оны минусқа кетпеудің жағдайын мен өзім күнде істеп жатқан неше жылдық тәжірибем бар адаммын да. Өйстіп жұмыс жасағаным үшін компаниядан жақсы рейтингке көтеріліп жатсам, компания маған, SuccessFactors компаниясы маған еще бонус төлейді. Ал мен қарапайым адам ретінде мен өзім ақшамды салдым, полный автоматический режимде салған ақшамды күнде көріп отырмын, любой уақытта шығарамын, табысы менен сұрай қойды. Пошла поехала. А жағында ай сайын көтеріп, оны капитализациямен көтерген кезде бұл қазір салған $1000 жақсы 400 болып жатса ай сайын. Керемет емес па? Біздің компанияға да мысалы ыңғайлы SuccessFactors компаниясында. Ол мына жақтан өзінің партнерлары, SuccessFactors компаниясының партнерлары ақшасын зарабатывает. Бәріне бірдей айта алады, именно өзінің компаниясы туралы. Жаңадан брокер ашып отыр ғой біздің компания, именно брокер, Форекс брокер, Америка құрлығында. Сол компания туралы айтатын болады біздің SuccessFactors компаниясының партнерлары. Олар риза, компания риза. Еще жаңағы жатосты жақсы көтеріп берген үшін ана компаниямен өзінің табысымен бөлісетін болады. Бонус ретінде. Так что бұл Forex Insiders Pro бағдарламасы бәріңізден бірден көңіліңізден шығады деп ойлаймын. Өйткені кез келген адамның арманында бұл ақшаны салып қойып көбейіп жатқан жер. Тамаша, ешқандай шаруаңыз жоқ, өзіңізбен өзіңіз осыған дейінгі істеп жатқан шаруаларыңызды әрі жалғастыра беріңіз. Біздің қазақ жұмыс таппайтын шығар өзде. Онда емес те, просто мен әзіл ретінде айтқан шығармын, бірақ Forex Insiders Pro бұл қазіргі заманға барлық жағдайдан сәйкес келіп тұр. Бұл жайда емес, компания өзі жаңағыдай кепілдік беріп отыр. Ол компания өзіңіздің сіздің ваши средства деп айтайыншы, сіздің салымыңыздың жоғалып кетпейтіндігіне, әрі қарай табысты көбеюіне компания осы жерде мұрындық болып посредник болып отыр. Біз мысалы бұндай компания жетеді қазір. Кооперативтің түрі бар. Мысалы мен Телеграмда немдер күніне 50% табыс көтеріп береді. Күніне 100 істейтіншілер бар. Африкадан, Малайзия, Сингапур, Ресей, Европадан, Америка құрама штаты, Американың басқа құрлықтар, мысалы басқа континенттер. Солардың барлығында бар, бірақ біз оған сенім жоқ та. А бұл қаржы именно жаңағы табыс алатын кезде менде ең бірінші нәрсе сенім. Сол сенім болған кезде ғана сізде жағдай болады да бұл. Біз өзіміз қазір 4 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Forex Insiders'тың өзі 2 жыл жақсы өзін көрсетті. Тура жаңа 49 евросын төлеп қойып партнер кабинеттен. Әрі қарай істей берсеңіз ешкім сізге қой демейді. Компьютерге қойып қостыңыз, сөйттіңіз де сол жаңа сигналды қойып қойдыңыз, болды. Келген кезде трансляция қоя салсаңыз болды. Компьютерден қойыңыз, телефоннан қойыңыз. Табыс көре бересіз. А вообще полный автоматик режимде мен сізге ұсынар едім, мына Forex Insiders Pro бағдарламасы бізге дегендей. Шалған шаруаларымызға біз ешқандай алаңдамай өзіміз жұмыс жасай береміз. Карточкамен кірді, карточкамен шықты. Каспий Голд, Альфа Банк, Народный, разница жоқ. Пожалуйста, айына шешесіз ба, апта сайын шешесіз ба, жоқ. Табысын күнде шешесіз ба, өзіңіз білесіз. Депозит дұрысы $1000 кірген жақсы. Жаңа 10 TL 40 деп отырмыз, 40% болатын болса, соған мен ұсынар едім сіздерге. Айына 200 евросын шешіңіз деп. 1400-ден 200 евро шештіңіз. 140 евросына мысалы компаниядан беріліп жатқан қазір промоушнмен жақсы акцияларды алып қалсаңыз, ар жағындағы 60-ты өзіңізге, 50-ді өзіңізге ше қалтаңызға салыңыз. Сіз должны почувствовать бұл ақшаны. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 айдан кейін таза өзіңізге $500, $1000 кәдімгі жалақы арнап қойып, ар жағындағысын ай сайын акцияңызды аласыз. Форекстен ақшаңызды жақсы көбейіп жататын болады. Осындай бір жақсы мағлұматты сізбен бөліскім келді. Бірақ бұл үшін адам бірінші сабыр керек. 2 ай, 3 ай, 4 ай шыдау үшін де, мысалы 50 евро аз ғой дегенде, 50 евросыз да өмір сүрдік қой мысалы.
акцияны сайналған жоқпыз. Біз сізге қазір 140 евро, 250 евро, 1100-ден мықты промоушн бойынша 500-дік бар ортасында, 550-дік. Сол акциялар болып жатыр, соны ала алмай жатыр көп біздің ағайындар. Берсе мына жағында бір тесік қалады да мысалы. Сондықтан компанияның жақтан жақсы жасап жатқан бізге көмегі, қамқорлық деп түсінемін. Бір данышпандық действительно искусственный интеллектті қосып, оған біздің табысты дүние жүзіндегі мықты трейдерлерді қосып, біздің компания бір платформа жасап жатқаны енді керемет енді ол. Сондықтан қосылыңыздар, тіркеліңіздер. Рахмет назарларыңызға. Алла разы болсын. Аман жолыққанша жақсы сау болыңыздар. Бақытты болыңыздар.